Anna salat ala nabi sallallahu aleyhi ve sellem taqumu maqama sadaqa min al-ajr wa sab li zil usra. Туғандар, мол пайданы мен оқып аябай разы бол. Бұл кітап Раматтылық Чубак ұстазымыздың чоң ата ұстазының кітабы. Абдулла Сиражиддин деген чоң ғалым. Раматтылық Чубак ұстаз қандай жақсы инсан эле туғандар. Аллах разы болсын. Біздің ғалымдардан әрбір сабақты ұстазымызды ескеруге әрекет қыламын да. Қандай жақсы адам эле. Аллахым қабырын нұрға бөлесін. Айтып атат бұл киши. Төртінші пайда көңіл бұрыңыз. Мүмкіншілігі чектелген, жақыр, кедей, байлық чыгарайын десе мүмкіншілігі чектелген байқұш. Ойлаған менен аға дарамети жетпейді, күч жетпейді. Кедей кембағалдар үшін салават айту байлардың чыгарған зекет садағасы менен барабар болады дейді. Мүмкіншілігі чектелген адам көп салават айтса, садаға, албетте зекеттің орнын баса албайды, садаға чыгарганын соғын алат деп атат. Далил бар, о бар. Ибн Хиббан Сахих китебинде айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Айюма раджулин муслимин", кайсыл бир мусулман адам лам якун индаху садақатун, садаға чыгара тургандай, кайрымдуулук кыла тургандай, кол кабыш кыла тургандай, көмөккө кол созо тургандай байлыгы жок болсо, фалияқул фи дуаихи, дуасында мынтип айтсын дейт. Төмөнкүнү. Буну апалар жазып алыш керек. Жазып алыш керек мо салаттын формасын. Кайсы? Аллахумма салли аля Мухаммад, абдика ва расулика, ва салли аля ал-му'минина вал му'минат, вал муслимина вал муслимат. Ушуну айтсын дейт. Жаттайлы. Кимде ким жатташ керек? Дуасында: "О Аллах Таала, өзүңдүн пендеңе, элчиңе, сүйүктүү Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салават жолдо, мээримиңди жаадыр. Жана момун мусулмандарга жакшылыгыңды жаадыр. Жана мусулман эркек аял затына жакшылыгыңды жаадыр" деп ушул салаватты айта турган болсо, ушул канча айтса ошончо садака чыгарган сабы болот дейт. Тугандар, садака жамандыктын алдын алат да, кырсыктын алдын алат. Элестетиңиз?